Бәріңе сәлем! Бүгін бізді тоғыстырған хатты жобасын түсірудеміз. Енді өзімнің сүйікті құрбыларыммен бірге университеттегі қызықты өмір жайлы айтсақ. Негізінен қыздар қалай қарайсыздар, ең алғашқы сәт өзіміздің естелігімізбен бөлсек, қалай таныстық, содан бастайықшы. Негізінен маған өзіме ұнайды, Ақнұрмен қалай танысқаным есімде. Ол оқиға қалай болды? Ақнұр бірінші документ тапсыруға барған екен. Атынан мен Шынарыдыш қызына жаздым. Сәлеметсіз бе, мен осы документ тапсыруға келе жатыр едім. Осы Манас 34-те отырасыз ба деп. Сол кезде я отырам деп жазды. Оның алдында бір үлкен хикая болған екен, Ақнұр айтсын оны. Одан кейін маған Шынар апай айтады. Негізі Шынар апайдың алдында отырмын. Апайымыз маған қарайды, Ақнұр, сен неге жазып жатырсың маған деп. Мен айтамын, апай, мен сен жазып жатқан жоқпын деп. Сөйтсе телефонына қараса, ол басқа Ақнұр екен. Сөйтіп біздің апайым шатастырып алғаны бар еді. Одан кейін Ақнұр бізге келді. Одан кейін біздің бірінші мамаларымыз танысты. Мамаларымыз уже таныс адам сияқты бір-бірімен бірден араласып кетті. Сол жерде отырып, сосын біз Ақнұр екеуміз таныстық. Ең басында мен негізінен шығармашылық емтиханда Ақеркемен танысқан болатынмын, Жасминнен бұрын. Ақерке екеуміз шығармашылық емтиханда эссейде кездесіп қалдық. Солай біздің жанымызда тағы бір құрбымыз болған, бірақ өкінішке орай ол қатуға түсе алмай қалды журналистикаға. Ағылшын тобына бара жатқанбыз, ағылшын сабағына. Сол кезде Ақмаралды көріп қалдым. Яғни Ақерке мен Ақмарал екеуі бірге жақсы араласады екен. Мен оны Ақмаралды сол кезде көре бастадым. Негізінде мен Жасминмен ең бірінші таныстық. Ол кезде мен жанымда басқа дос, подругам болған. Сол арқылы мен Жасминмен таныстым. Яғни Жасмин бізде ол кезде презентациялар, жобалар әртүрлі сол жұптық жасайтынбыз. Сол кезде біз Жасминмен қосылып кеттік. Кейін ағылшын группасына түскеннен кейін Ақмаралмен таныстық. Бір-бірімізді осы қатуға түспей тұрып, біз білетінбіз, бір курста оқығанбыз, біз күнде әңгіме айтатынбыз. Бағдат Ақнұрда үшеуміз бір курста оқығанбыз. Басында былай болады. Біздер Ақмарал екеуміз шығармашылық емтиханға кірейік деп жатқан кезде біздің алғашқыда мамаларымыз танысып қалады. Содан кейін қандай оқуға келдіңіздер дегенде әңгіме айтып кетеді. Менің оқиғама келетін болсақ, мен осы универге қалай түстім? Осы университетте мен балалық шақтан армандап, осы журналистика деген мамандыққа түсу менің өте бір қатты армандарымның бірі болды. Журналистика деген мамандықты естіген кезде өзім іштей қатты қуандым. Бұл IT университетінде де журналистика мамандығы бар екен ғой деп. Осы университетке түскеніме өте қатты қуаныштымын. Енді әрине біздің таныстығымыз өте керемет болды. Енді ары қарай жалғастырсақ, университеттегі өміріміз жайлы айтайық қыздар. Негізінен біз қазір студент болғаннан кейін біздің университеттегі өміріміз өте ерекше. Енді журналистикада оқығаннан кейін біз енді әрқашанда видеосъемкалар жасаймыз, практикалық сабақтар, бізге үй жұмысына осындай тапсырмалар беріледі. Сондықтан енді өзіміздің бір сұмдық, бір қызықты бір съемкаларымыз туралы айтып берейікші. Тарих туралы айтайықшы. Тарих видеомыз. Ең бастапқыдағы ортақ жасаған проектіміз ол біздің тарихта болған. Біз Жасмин екеуміз ол кезде өте қатты дос болып кеткенбіз. Бұл видео сақтар. Негізінен бізге 4 тақырып берілген, бірақ біз сақтар таңдап алдық. Біздің алдымызда Ақнұрлар отыр екен. Сосын давайте Ақнұрлармен жұп болайық деп Жасмин екеуміз. Олар да келсе кетті. Біз ол кезде Мадинамен де дос едіміз. Солай бәріміз жұптық тапсырмамызды орындап кеттік. Тарихқа қатысты біз Ақнұр екеуміз, Ақнұр Ақылбекпен бірге біз Саққорғанына барып келгенбіз. Саққорғаны бізде Боралдайда орналасқан. Мәсілардан оған бару деген енді сұмдық. Осы видеоның архив видеоларын салып қоямыз міндетті түрде. Сол жерден көріп ұлттық кітапхананы айтайықшы. Ұлттық кітапханада білесіздер ме, негізінен видеосъемка жасауға болмайды. Біз ұрланып кіріп видео түсіргеніміз бар. Негізінен біз рұқсат сұрауға тырысқанбыз, бірақ олардың айтуы бойынша тек сол ұлттық кітапханаға қатысты болса ғана тегін болады және алдын ала ескерту керек болады. Ал бізге ол видео қатты керек болды былайша. Бірақ сол видеоны біз ақырында түсірдік. Жан-жағымен сол күні түсіріп кету керек болды. Сол күні түсірдік.
біз жаңа айттық қой тарихтан видео түсірді ұлттық кітапханада дедік. Сол кезде бізге Махамбет Өтемісұлы туралы тапсырма берілген. Сосын Ақнұрдың идеясы болды. Біз құпия құжат жасап, соны тауып алғандай болайық дейді. Құпия құжат жасауға біз не істемедік. Мен дайындап келген болатын. Құпия құжатымды сөйтсем, Марал мен Жасмин дайындамаған бізде. Олар сол жерде жазып, жаңағы өлеңдері бар, Махамбет Өтемісұлы туралы жазып. Одан кейін біз не істедік? Асханаға бардық та кофе сатып алдық. Ашығып тұрмыз ғой, сабақтан шықтық, сабақтан соң ұлттық кітапханаға келдік. Сосын ашығып тұрғаннан соң жанымызда бір светофордан ары бір бағдарлама деймін. бір бағдаршамнан ары өзбек асханасы тұр екен. Сосын айттым, жүрмей онда өзбек асханасына барып, өзбектің тамағы, ұлттық тағамы палауды, пловты жеп қайтайық дедім. Енді студентпіз ғой, жаңағы түрлі қызықты сәттер де болады, қыдырамыз, ойнаймыз, күлеміз. Соның бірі жаңағы осы жақында «Болмаған балалық шақ» фильмі көгілдір экранға шыққан болатын. Сонымен мен өзім де барғым келіп жүрген, сонымен құрбыларымнан ұсыныс түсті. Давайте осы фильмге барып көрейік деп. Сосын бардық, өте күшті эмоция алып қайттық. Бір қарасам жанымда құрбыларым жылап, көздерінің жастарын тіпті алған әсері кәдімгідей өте бір ерекше болды. Маған да фильм өте қатты ұнады. Және шыққаннан кейін біз жаңағы асханаға барып отырдық. Түрік асханасына барып, түріктің шайымен донер ішіп, видео түсіріп, күліп ойнап қайтқан болатынбыз. Сол бір өте бір естелік болып қалатындай күшті сәт болды. Видеода осы Ақнұр Бағдатпен біздер видео түсіріп деп ойладық. Проекті, үлкен проекті. Біз ол видеода қандай еді? Хату 34 деген Манас 34 Манастың бірақ мен диктофон ұсташы. Одан кейін оператор ол кезде бэкстейдждің менде өте үлкен тарихы бар. Өйткені Ақнұр маған видеоны түсірді, камераны беріп қойған. Ағайын өте жақсы бэкстейдж түсірген шыны керек. Сүйікті оқытушылар деп жатсыңдар ғой, өзіме жалпы бәрімізге ұнайтын шығар Шынархан. Өзім не жақсы көреді. Бізге журналистикадан бізге береді. Ол кісі қанша ұрса да, бізді еркелетсе де, біз ол кісіні өте жақсы көреміз. Сонымен жұмыс істесін деп бізге енді қанша қадалып білдіргенмен артынан бізбен ойнап, күліп, әңгімесін айтып, бізге осылай істейіндер деп, артын ойын күлкіге айналдырып жүргендер. Негізінен мен осы Сәкен ағаның сабағын өте қатты жақсы көріп сүйіп оқитынмын. Жалпы бізге осы бірінші курста, бірінші семестрде бағыт бағдар берген ең керемет ұстаз десек болады. Себебі енді бұл кісі бізге келе салып бірден ағылшын тілін талап еткен соң біз үшін мүлде жаңа нәрсе болды. Мектепте біз құқық пәнін өттік, бірақ дегенмен университетке келіп, біз өзіміздің білімімізді одан әрі артық ашырдық. Сонымен қатар журналистер қандай болу керек, сен журналист болу үшін не істеу керексің деген сияқты бізге сендер өздеріңнің құқықтарыңды білу керексіңдер дегенді бізге өте жақсы түсіндіре алды. Байзаққа күліп ойнап барып қайтамыз дегенше айтатын әңгімеміз де көп, жолда қысқарып қалады. Мысалға, бүгін серен жылып алғанымыз өте бір қызықты оқиға болды десек те болады. Енді біз студентпіз, қыз болғаннан соң бәріміздің араласқан, танысқан жігіттеріміз болады. Біз соны обсуждать етіп барамыз, барғанша. Кейде сабақ айтамыз әрине. Біздің